Саламатсыздар ма балалар? Бүгін әдеттегіше сабағымызды жалғастырамыз. Ол үшін өткен материалды сәл еске түсіріп алайық. Бұл жерде мен сіздерге балалар Тарсия бағдарламасы бойынша тапсырмадан келдім. Яғни менің алдымда қолымда пазлдар тұр. Осы пазлдарды алып әуелі топқа бөлінеміз. Содан кейін сол берілген сұрақтар бойынша өткен материалды пысықтап өтеміз. Дайынсыз ба балалар? Иә. Келемін. Пазлдарды құрастыру барысында балалар сұрақтарды оқып, жауаптарын бірден айта берсеңдер болады. Тапқан жауаптарыңыз болса, ал қай топтан айта беріңіздер. Қандай сұрақ айта алайық? Эволюция дегеніміз тарихи дамудың қайтымсыз түрі. Өте жақсы. Келесі. Айта беріңіз, қасиет. Айта бер. Эволюция екінші қозғаушы түрі ол табиғи структуралы және ғылымда жазылған ескі ақпараттың өзгеруі мутация. Эволюцияның үшінші қозғаушы күші қоңқуалардың өзгергіштігі. Өте жақсы. Тамаша. Келесі айта алайық. Эволюциялық әлемнің негізгі қағидаларын ашқан адам Чарльз Дарвин. Келесі. Эволюцияның бірінші қозғаушы күші тіршілік үшін күрес. Жақсы. Келесі сіздің. Айта беріңіз. Амина? Айта ал. Ең кіші бірлік ол түрі болып саналады. Жақсы. Келесі. Тұмар. Өте тамаша. Келесі. Айта алайық. Тірі ұрпақтардың өндіру қасиеті көбею шексіздігі. Өте жақсы. Тағы айта алайық. Тұқым қуалайтын өзгергіштік ол мутация, ал тұқым қуаламайтын өзгергіштік ол модификация. Өте тамаша. Жарайды, жақсы балалар. Сонымен барлығыңыздың алдында мынандай фигура шықты ғой, балалар? Енді қараңызшы балалар. Осы фигураны құрастырғанның ішінде, жаңа өздері сұрақ қойғанның ішінде бір ерекше сіздерге жаңа тақырыпқа бағыттайтын бір ерекше терме сөздер байқалып тұр. Сөз тіркестері байқалып тұр, қандай сөздер байқалып тұр? Жарайды, тағы? Эволюция тағы? Тұқым қуалайтын. Өте жақсы. Демек, балалар, бүгін ары қарата біздер сіздермен бірге келесі сіздердің айтқан сөз тіркестеріңізге қатысты сабақты бастаймыз. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы эволюцияның қозғаушы күштері табиғи сұрыптау нәтижесіндегі бейімделушілік. Сабақтың оқу мақсатына назар аударайық балалар. 9-2-5-4 эволюция ұғымы және оның қозғаушы күштерін сипаттау. Бұдан шығатын сабақтың мақсаты эволюцияның қозғаушы күштерін сипаттайды. Яғни сипаттай білуіміз керек. Келесі бағалау критерийлері түрішілік күрес түрлерін сипаттайды, табиғи сұрыптау жағдайын сипаттайды және тұқым қуалайтын өзгергіштікті сипаттайды. Енді осы бағалау критериймен сәйкес жұмыс жасау үшін мен сіздерге бүгінгі тақырып бойынша қысқаша түсінік беріп өтейін балалар. Жалпы эволюцияның қозғаушы күштері 3 топқа бөлінеді. Бірінші, табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес және тұқым қуалайтын өзгергіштік. Осы 3 эволюцияның қозғаушы күштері туралы толық түсінік беріп, осы жағдайды ашқан ғалым Чарльз Дарвин ғалым екен. Ары қарата. Жалпы тіршілік үшін күрес дегеніміз не? Тіршілік үшін күрес дегеніміз қоршаған орта мен ағзаның арасында жүретін қарым-қатынастардың жиынтығы. Енді ол тіршілік үшін күрестің өзі 3 түрге бөлінеді балалар. Түр ішілік күрес, түр аралық күрес және абиотикалық жағдайлармен күрес. Сендер бұрыннан танысыңдар, төменгі сыныптарда оқыған, яғни түр ішілік күрес дейтін бір түрге жататын даралардың арасындағы күрес. Ол қандай жағдайда болуы мүмкін? Ол қорекке қатысты, ол орын үшін, ол жарық үшін, ол ылғал үшін, ол шекара үшін, белгілі бір ареал үшін болатын күрес. Келесі балалар, түр аралық күрес. Түр аралық күрес дегеніміз екі түрдің арасында болатын күрес. Ол қандай жағдайда болуы мүмкін? Мысалы үшін, жыртқыштық, паразиттік немесе бәсекелестік жағдайындағы екі түрдің арасындағы күрес түр аралық күрес екен. Келесі балалар, абиотикалық факторлармен күрес. Бұл ағзаның қоршаған ортаның абиотикалық жағдайларымен күрес. Яғни білесіңдер, ол қоршаған ортада ауа, су, топырақ деген сияқты. Енді бұл күрестің өзі тура түрде жүруі мүмкін, немесе жанама түрде жүруі мүмкін. Ары қарата. Келесі табиғи сұрыпталу, екінші эволюцияның қозғаушы күші. Бұл жерде бірінші табиғи сұрыпталудың өзі қозғаушы немесе бағытталған, тұрақтандырушы және дизруптивті деп үшке бөлінеді екен. Бағытталған сұрыптау деген сөз. Бұл мына белгілі бір даралардың дене көлемінің ұлғаюына,
тіршілік жағдайына байланысты өзгеріске ұшырауына байланысты пайда болатын сұрыптаудың түрін бұл бағыттаушы сұрыптау деп атаймыз. Мысалы қараңызшы балалар, жылқылардың түрлерін алатын болсақ, дене көлемдерінің өзгерісі. Тұрақтандырушы сұрыптау жағдайында белгілі бір даралардың ортасында, мысалы даралардың белгілерінде мына жерге қарайтын болса, қанаттың өзгерісі немесе құйрықтың өзгерісіндегі болатын сұрыпталуға байланысты болса, бұл бізде тұрақтандырушы сұрыптау болады. Бұл тұрақтандырушы сұрыптауды ашқан ғалым Шмайгаузен. Келесі. Үшінші сұрыптаудың түрі бұл балдар дезрутивті немесе ажыратушы сұрыптау. Мысалы, мына суретке назар аударсаңдар, балдар қан қызының суреті көрініп тұр. Яғни сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларымен күресе отырып, сол жағдайда өзінің бейімделуіне қатысты тіршілігін сақтап қалуға байланысты сұрыптау болатын болса, бұл ажыратушы сұрыптау деп аталады екен. Ары қарата үшінші эволюцияның қозғаушы күші бұл балдар өзгергіштік. Өзгергіштік дегеніміз тірі ағзалардың орта факторлары әсерінен жаңа белгіге ие болу. Ал өзгергіштің өзі балдар екіге бөлінеді. Бірінші фенотиптік өзгергіштік, ол сыртқы көзге көрінетін белгілердің жиынтығы. Ол екінші сөзбен балдар тұқым қуаламайтын болғандықтан модификациялық өзгергіштік деп аталады. Өзгергіштіктің келесі түрі балдар генотиптік өзгергіштік. Бұл тұқым қуалайтын өзгергіштік, яғни гендерге байланысты жүретін өзгергіштік түрі бұл генотиптік өзгергіштік болады екен. Оның өзі балдар комбинативті және мутациялық болып екіге бөлінеді. Ендеше балдар, мен сіздерге қазір эволюцияның қозғаушы күші туралы қысқаша ғана түсініп бердім. Енді сол білімді толықтыру үшін біз топтық, жұптық, жеке жұмыстарға назар аударайық. Бірінші балдар, алдарыңызға көрсетілген таныстырылым мен оқулық мәтінін қолдана отырып, мәліметтерді толықтырып шығамыз. Бұл жердегі негізгі тапсырманы орындаудың дескрипторы мәтінмен танысамыз, мәліметтерді толықтырамыз. Соңында қалыптастырушы бағалау 2 жұлдыз 1 тілек арқылы жүзеге асады. Қазір мәтін беремін, сол мәтінді ары қарай толықтырып өз ойларыңызды жинақтап бересіз. Мәтінді толықтыра қоясыз. Оқулық мәтінін пайдалана қойыңыздар. Айтылған ойды жинақтай қойыңыздар. Қазір слайдта түсіндірілген презентация бойынша. Дайын бала болса, дайындықтан айта беруіңізге болады. Жансая сөйлеймін дейді бірінші топтар. Ал кетті? Чарльз Дарвин тіршілік үшін күрес бір-бірін жоққа шығаратын екі себеп салдары болып табылады деп есептеді. Біріншісі, тірі ағзалардың шексіз көбеюі қабілеті, екіншісі табиғат ресурстарының шектеулігі. Күрес деп даралардың біреуін ығыстырып шығаруға апарып соғатын тікелей емес соқтығысуы. Бұл тірі ағзалардың өзара көмегі, енжар бәсекелестігі, симбиоздық қарым-қатынастың барлық спектрінен тұратын күрделі бүкіл қарым-қатынастың кешені. Дәстүрлі түрде тіршілік үшін күресті 3 түр аралық тіршілік және абиотикалық күреске бөледі. Өте тамаша. Бәрімізде осылай ма балдар? Жарайды, жақсы. Ендеше балдар, топтық жұмысты орындап болдық, енді жеке орындауға арналған тапсырма берейік. Ол үшін сіздердің қолдарыңызға Wordle сервисін қолдана отырып сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Сол себепті мен сіздерге телефондарыңызға сілтеме жіберейін. Сол сілтеме бойынша тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындаудың дескрипторы, яғни мәліметтерді сәйкестендіру. Ал өздеріңіз әр оқушы жеке орындаймыз. Бір оқушы тақтаға келіп жақсы, яс келе жатыр. Қалғандарыңыз телефонға орындай беріңіз балар. Айтып тұрамыз. Дарвиннің эволюция теориясы табиғи сұрыпталу теориясы жатады. Бейімделген ағзалардың тірі қалу үдерісі табиғи сұрыпталуға жатады. Жақсы. Ағзалар мен қоршаған орта арасындағы күрес, абиотикалық факторлармен күрес. Өте жақсы. Тұқым қуалайтын өзгергіштік, ол мутация өзгергіштік. Бір түрі даралар арасында жүретін күрес, ол бізде түршілік күрес. Түршілік күрес. Әртүрлі даралар арасындағы күрес, ол спектралалық күрес. Жақсы. Табиғи сұрыпталу нәтижесінде бейімделгіштік. Пайда болады, иә. Тұқым қуаламайтын өзгергіштік, ол модификациялық өзгергіштік. Балдар дұрыс па? Иә. Жақсы, тамаша орында. Өте жақсы. Жауабын қарай қойып, қалай есеп? Мазмұнда қазір нәтижесін көреміз. 8 сұрақтың 8-іне де
жауап берді. Өте тамаша, шақыртты, жақсы түсінген екенсіз. Енді балдар жұптық жұмысқа арналады. Ол үшін тағы да назар аудара қояйық балдар. Сіздерге Learning Labs онлайн сервисі бойынша сол сервисті қолданып құрастырылған тапсырма арқылы пазл құрастырып шығарамыз. Сіздерге сілтемесін жаңа жіберіп қойдым. Біздің тапсырманы орындаумыздың дескриптері суреттерді дұрыс орналастыра отырып пазл құрастырып шығарамыз. Ол үшін балдар алдарыңызға QR код бойынша белгілі алып тапсырманы орындай береміз. Тағы да бір оқушы тақтаға орындауға болады. Бұл балдар ортада 2 баламен бірге орындалады, яғни жұптық жұмыс 2 бала бірге орындаймыз. Жұп болып тапсырманы орындай беріңіздер. Бізге де мақсаттарын салып қойдық. Бір осы. Әдеде осы. Ал енді түраралық күрес абиотикалық фактімен қалған соңы 4-еу. Өте тамаша. Қане? Тапсырма жақсы орындалған. Алғандар өздеріңіз орындаңыз ба телефонға? Қаскіндегі. Қайып көтере қойып, көрсете қойып. Жақсы. Сұлтанбек орындапты, сыныпты, Диляра да бар екен, тағын бер. Өте жақсымын. Балдар өте тамаша орындаған екен. Телефондарын көтеріп жоғары көрсетсеңдер болады, басқа балдарға. Тамаша, өте жақсы. Балдар, осы суретте сіздер жаңағы Дарвиннің суретін көрдік қой, иә? Қолдарында отыр. Сонда Дарвиннің суреті бойынша қарап тұрсыңдар, бүгінгі тақырыпқа қандай қатысы бар ол кісінің? Эволюциялық қозғалыс күшін ашқан адам Чарльз Дарвин. Эволюцияның қозғаушы күштерін ашқан Чарльз Дарвин екен. Жарайды, оқушылар, енді әрі қарата саралау тапсырмасы бар бізде. Саралау тапсырмасын тағы да Learning программасы бойынша веб-сервисті қолдана отырып, интерактивті видео тапсырмасын орындауымыз керек. Осы саралау тапсырмасын орындауға балар, бұл тапсырма сіздерге бұрыннан таныс қой, бұл әдісі, интерактивті видео әдісі. Мәтінді тыңдаймыз, сұраққа жауап береміз. Эволюция теориясы биологияның іргетасы болып табылады. Ол осыдан 3 миллиард жыл бұрын басталған өмір тарихында бүкіл тіршілік атаулының қалай байланысатынын көрсетеді. Олардың барлығы ортақ ата тектен таралды. Бұл эволюцияның басты қозғаушы процесін осыдан 150 жылдай бұрын Чарльз Дарвин ұсынды. Жарайды, мәтін тоқтады. Енді сұрақ оқиға. Эволюциялық ілімінің негізін салған кім? Эволюциялық ілімнің негізін салған Чарльз Дарвин. Белгілі ғой, жауапты. Сол уақытта барлық түрлер жеке дара жаратылып, өзгеріссіз күйде болады деп есептелінгенімен, ғалым өмірдің тұрақты өзгерісте болатынын көрсетті. Чарльз Дарвиннің пікірі бойынша түрлер өзгереді. Дұрыс та балдар? Өте жақсы. Дарвин табиғаттың революциялық көрінісін тіршілік үшін артында күрес ретінде көрсетті. Даралар арасындағы, түрлер арасындағы, және олардың физикалық ортасы арасындағы қолайы күрес. Чарльз Дарвин ілімі бойынша тіршілік үшін күрес түрлері аралық, абиотикалық факторлармен күрес, тіршілік үшін күрес. Өте жақсы. Дарвиннің айтуынша, бейімделуге итермелейтін қатты қысым эволюциялық алға басудың негізгі механизмі болды. Бұл процесс табиғи сұрыпталу деп аталады. Бейімделуге жетелейтін негізгі күш табиғи сұрыпталу. Дұрыс. Рахмет, қасиет, отырау. Олар жаңадан бері біз бірнеше жұмыс орындадық. Топтық жұмыстар орындадық, жұптық, жеке жұмыстар. Ал сол топтық жұмыстар бойынша біз 2 жұлдыз бір трек әдісі бойынша қалыптастырушы бағалау жүргізе қойдық. Қалай ойлайсыздар? Қалай жұмыс жасап жатырмыз? Кім айтқысы келеді, кім пікірін білдіргісі келеді? Әне, айталық.
Екі жұлдыз бірлік бағалау бойынша мен осы барлық топтық жұмыстарда белсене араласып және өздерінің ойын толық жеткізіп, барлығын 100% меңгерді деп айта аламын. Және өзімнің тілегімді айтатын болсам, осы тақырыпта тағы да алға қарай меңгеріп, өзінің білімін жетілдіргенін қалаймын. Өте жақсы, тамаша. Жақсы болды. Ондаша біздің сабағымыз бүгін мәресіне жетті. Яғни жалпы сабақ бойынша біздерде қазір кері байланысты рефлексия жүргізейік. Енді бұл жерде барлық оқушыларда белсене қатысқан себепті біз барлық оқушымызды мадақтап, қошеметтеу. Енді осы сабақ барысында белсене қатысқан оқушыларды тағы да 10 баллық жүйе бойынша бағалаймын. Мен бүгінгі сабақ бойынша қасиетке өте жоғары балл қоямын, 9 балл. Диасқа 9 балл қоямын, өте жақсы болған қатысып отырған. Мына жерден Жансаяға 9 балл өте жақсы қоямын. Осы жерде тағы кім қалып қойды мына жерде? Жұмаділге 8 балл қоямын. Өздеріңіз бәріңіз біліп отырсыз. Айшолпанға 8 балл қоямын бүгін. Енді балдар, сіздерге Падлет тақтасы бойынша кері байланыс бере қоямын. Бүгінгі сабақ бойынша ойларыңыз. Ал кірістік сілтеме қолдарыңызға салдым жаңа. Жазып ойларыңызды айта берсеңіз, жазып отырғаныңызды ойша дауыстап айта беріңіз. Кім қандай жауап жазылады? Айшолпан, айта беріңіз. Айта беріңіз, айта ойын. Бүгінгі сабақта көптеген мәліметтерді меңгере алдым. Меңгере алдым, мәліметтерді меңгере алдым дейді. Сабақ өте қызықты және жаңа мәліметтерге мол болды. Апа сізге рахмет, бәрі жоғары деңгейде. Өте жақсы. Тағы? Осы сабақта көптеген балалармен таныстық. Тағы? Бүгінгі сабақ өте керемет болды, толық тақырыпты Меңгердім дейді. Жарайды, келесі. Қызықты және пайдалы. Жарайды балалар, барлығыңыздың да пікіріңізді білдік, Падлет тақтасына ойларыңыз жазып жатса, ендеше балалар үйде осы эволюцияның қозғаушы күштері, Дарвин ілімі туралы білімдеріңізді толықтырып, қосымша мәліметтер алып келуге тапсырылады. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.